Тер-тер-терде деп басталды кешегі. Мен қаяққа кетерде әжем айтқан ертегі. Үй қыстап жатырым қызық ертегі екен деп. Көзім ілініп кетіпті әжеме мен еркелеп. Әжем айтқан ертегі биіктерге ертеді, бақытты жан ертеді. Ертеде ешкі болыпты, оның 7 лағы бар екен. Бір күні ешкі орманға кетерде балаларына шырақтарым, балаларым, есікті біреу келсе, біреу қағып тұрса, есікті ашпаңдар. Мен келерде мен сендерге лақтарым, шырақтарым, есікті аш қарақтарым. Аналарым келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр. Емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр деп мен сендерге ән шырқаймын, сол кезде есікті ашасыңдар дейді. Лақтары, жарайды анашым, сіз келгенде біз солай есікті ашамыз деп айтты. Лақтарын есікті ашып жіберіп, аналары ішке кіргізеді. Ол лақтарын тамақтандырып, тойдырып, тағда орманға кетеді. Лақтар болса, есікті мықтап бекітіп алады. Балалар? Анасы келгенше есікті ашпау керек, Бірде ешкінің әнін қасқыр естіп қояды. Ешкі кете бергенде үйшіктің есігіне келіп, жуан дауыспен әндетіпті. Емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Лақтары оған былай деп жауап береді. Естіп тұрмыз. Бұл біздің анамыздың даусы емес. Біз анамыздың даусын танимыз. Біздің анамыздың даусы нәзік, жіңішке дауыспен айтады. Сен сияқты жуан дауыспен бұрқылдамайды деп жауап береді. Қасқыр бұған айлау ойлап табады. Ол ұстаға барып дауысын жіңішкертіп беруді ұсынайды. Ұста оның дауысын жіңішкертіп береді. Қасқыр тағы да үйшікке келеді. Бұтаның арасына жасырынады. Сөйтіп анасын кетуді күтеді. Анасы тойып азық алып келгеннен кейін анасы келіп есікті қағады. Лақтарым, шырақтарым, есікті аш қарақтарым. Аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр. Емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр дейді. Сол кезде лақтары анасының дауысын танып, есікті ашады. Анасы үйге келгеннен кейін лақтар не деп айтады? Бізге қасқыр келді, есікті ұрды, дәл осындай әнді жуан дауыспен айтты деп айтады лақтары. Сол кезде аналары не дейді? Аналары, егер менің дәлімді жуан дауыспен айтатын болса, есікті ешкімге ашпаңдар, ешкімді кіргізбеңдер деп, тағы да балаларын тойдырып, есікті мықтап бекітіп орманға кетеді. Ешкі кете салысымен қасқыр үйшіктің алдына келіп, әнге салып, жіңішке үнмен өлең айтады. Лақтарым, шырақтарым, есікті аш қарақтарым, аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр. Емшектен сүт саулап тұр, тұяқтан тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Тура анасының даусында етіп ән салып береді. Сол кезде лақтар жіңішке дауысқа алданып, есікті ашып жібергенде қасқыр үйге кіреді. Лақтары бір-бірден ұстап алады, жеп қойыпты. Тек бір лақ қана пештің ішіне кіріп, жасырынып қалады, қасқырдар. Кешке ешкі үйіне келеді. Қанша әндетіп, дауыстап ән айтса да, ешкім жауап бермейді. Қараса,
жүгіріп кірсе ешкім жоқ. Сол кезде пешке жасырынған бір лағы шығады, анасының қаны бір лағы шығады. Не болғанын анасы сұрайды лағынан. Сол кезде анасы үйге өзінің даусына ұқсаған дауыспен өлең айтқаннан кейін есікті ашқанын, қасқырдың кіргенін, барлық балдарын 6 лақты қасқыр жегенін айтып береді, жеп қойғанын айтып береді. Алдап жеген қасқыр ма екен? Неге есікті аштың екен? Қайран менің шырақтарым, лақтарым деп анасы жылайды. Мұны қасқыр естіп, үйшікке келіп ешкіге былай депті: сен неге жазықсыз кінәлайсың мені? Сенің лақтарың жеген жоқпын деп айтады. Босқа күйініп қайтесің, онан да орманға барып серуендейік деп айтады. Енді не істеп жатыр? Қасқыр келіп анасын алдап жатыр. Мен сенің лақтарыңды жеген жоқпын деп жатыр. Одан да екеуміз орманға серуендейік деп жатыр. Олар орманға барады. Орманға барса бір терең ор бар екен. Ордың ішінде алау жанып тұр. Ешкі қасқырға айтады: қанеке қасқыр, мына ордан секіріп кірсек қайтеді дейді. Ор деген не? Үлкен шұңқыр, оның ішінде от жанып тұр. Ешкі айтып жатыр қасқырға: мұздан секіріп, қанеке қасқыр, мына ордан секіріп өтсек қайтеді дейді. Орда не жанып тұр? Алау, от жанып тұр. Сөйтіп, ешкі бірінші өзі секіріп өтеді. Ал қасқыр болса, секіріп бара жатқан кезде от қарнына тиіп, қарны жарылып кетеді. Ішінен лақтары бір-бірден секіріп шығады. Қасқырдың ішінде қанша лақ бар? 6 лақ бар, бір-бірден секіріп шығады. Барлығы да аман-сау анасымен қосыпты. Осыдан кейін барлығы бірге баяғыдай өмір сүрді. Балалар айтты, кәлгі балалар айтыңдаршы, аналарымыз, әкелеріміз үйден кеткенде біреуге есік ашуға болады ма? Болмайды. Кім екенін сұрауымыз керек? Бұл ертегіден не түсіндік? Ешкімге рұқсатсыз есік ашуға болмайды. Ал есік жауып тұрған кезде біреу келсе не дейміз? Аналарымыз үйде жоқ дейміз. Есікті ашуға болмайды. Тек кімге ашу керек? Туысқандарымызға атын сұрап ашуымыз керек. Ой, молодец балалар. Ертегі ұнады ма балалар? Әжелер ертегі ұнады ма? Сендерге келесі жолы тағы да ертегі айтып берем. Ол кезде достық